Тарихи юл ізіннен елғада су сайыққаш юғары Ыслан районында бұрынғы юл ашылды. Әлік ол Веденка бистесін үзия отырауы білет таштырған. Әлігі трассаның тарихы білен хабаршыбызда қызықсынды. Зия кеңліклеріндегі тар-таш полоса қойшандар зур транспорт тармағының бір үліші болған. Трасса 16 ғасыр ақырында оқ түзілген. Елғада су сайыққаш Веденский бистесі білен Зия утрау шахарын тұташтырған төп юл яны үске қолқып шықты. Бір шақырым ұзынлықтағы грунттан салынған юл ағаш көпірге тұташқан болған. Бұлар Зия утрау шахары музей тұйылығы фондынан архив кадрлары. Оқлы қаралы фоторәсімнер 19-20 ғасырда түшірілген. Юлны грунт білен яқшы нығытқанлары көріне. Ну, во-первых, река была гораздо уже, да, чем вот то, что мы сейчас видим. Вақытына күрә әлігі юл зур әхәмиятке ябылған. Елғада су көтәріле башлагач, ағаш көпірні сүткәннәр. Ул шақта елғада пароходлар йөрмәгән, құры жерден йөк ташу үшін шушы юлдан файдаланганнар. Тарихи яктан бұл трауның яшәү чыганагы булган. Әлеге юл илне транспорт белән тәэмин итүдә зур роль уйнаган. Зиягә илтүче юл Мәскәү-Түбән Новгород трактының бір өлеше саналган. Әгәр су тагында саяқса, бұрынғы юлны Зиянең ике ярыннан да күрү мөмкинлеге туа. Бу урын туристларны җәлеп итә. Решили бы снимать с дроном. Приехали, погода нас не остановила. Очень классно, очень интересно. Чувствуешь какое-то присутствие древности. Айзилә Батырханова, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.